Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз 5 бөлімнің бірінші сабағы «Оң қолымда 5 саусақ» тақырыбын өтеміз. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами пройдем первую тему 5 раздела «Оң қолымда 5 саусақ». В правой руке 5 пальцев. Жаңа сөздермен танысайық. Новые слова. Ребята, прочитайте, повторите, напишите в словарь и обязательно выучите эти слова. Саусақ – палец, бармақ – большой палец, башпай – палец на ногах, оң – правый, сол – левый. Бірге оқиық, читаем вместе. Саусақ – саусағы, бармақ – бармағы, менің саусағым, сенің саусағың, оның саусағы. Ребята, обратите внимание, при склонении слова «саусақ» последняя буква «к» меняется на «г». А теперь прочитай самостоятельно с переводом. Ал енді суретке қара. Суретте кім бар? Суретте не бар? Посмотри на картинку. Вопрос кім? Кто? Не? Что? Кім? Ата. Кім? Апа. Кім? Бала. Не? Алма. Не? Киіз үй. Поставь видео на паузу и прочитай самостоятельно. Давай вместе послушаем текст. Мәтінді тыңда. Қолда саусақ болады, аяқта башпай болады. Оң қолда 5 саусақ, сол қолда 5 саусақ, барлығы 10 саусақ. Оң аяқта 5 башпай, сол аяқта 5 башпай, барлығы 10 башпай. На руках есть пальцы, на ногах тоже есть пальцы. На правой руке 5 пальцев, на левой руке 5 пальцев. Всего 10 пальцев. На правой ноге 5 пальцев, на левой ноге 5 пальцев. Всего 10 пальцев. Выполни это задание устно. Назови свои пальцы, читай вместе со мной. Саусақ ойыны. Бірінші саусақ атам, екінші саусақ әжем, үшінші саусақ әкем, төртінші саусақ анам, кішкентай саусақ мен. Первый палец дедушка, второй палец бабушка, третий палец папа, четвертый палец мама и самый маленький, последний, 5-й палец – это я. В казахском языке есть название каждого пальца. Даже есть такая игра, называется кур-кур-кур-маш. Давай сыграем вместе. Зажми свои пальцы и открывай по очередности, как на картинке. И называй их вместе со мной. Бас бармақ, балан үйрек, ортан терек, шылдыр шүмек, кішкентай бөбек, қур-қур-қур-маш, балапанға бидай шаш. Бұл тапсырманы жазбаша орында. Выполни эту работу письменно. Надо вместо картинок вставить слова. Поставь видео на паузу, попробуй сделать сам. Мынау менің 5 саусағым. Бұл менің оң қолым. Бұл аяқтың башпайлары. Ал мынау сенің сол аяғың. Келесі 4-ші тапсырма. Мәтіндегі түсіп қалған сөздерді орнына қойып оқы. Следующее задание вы должны дополнить словами из текста. Қажетті сөздер – это ваши нужные слова. Поставь видео на паузу и прочитай, вставляя слова. Оң қолымда 5 саусақ, сол қолымда 5 саусақ, барлығы 10 саусақ. Оң аяқта 5 башпай, сол аяқта 5 башпай, барлығы 10 башпай. Есте сақта, запомни, оң қолда 5 саусақ, сол қолда 5 саусақ, барлығы 10 саусақ, екі аяқта 10 башпай. А теперь выучи стихотворение. 5 саусағым батырым, бар ғой сенің ақылың. Сұқ саусағым батылым, барлық саусақ жақының. Серікбай Оспанұлы. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол. До свидания, ребята. Встретимся на следующем уроке.